Қайырлы кеш, қалайсыздар? Бізді қайда шыққанымызды уже біразыңыз тауып жатсыздар. Ал қайда шықтық біз? Тойға десең. Сықиып киініп алып. Сықиып. Аңсар таста кетіп үйге, апасына, әлгі жерде. Апасы мазасына бар. Апасын сол кеше срочно алдырғанбыз соға, келіңіз де келіңіз, біз аты тойда отырған құрлы болмаймыз дедік. Бәлі баламен отырған құрлы болмайсың ғой. Сол апасын тастап кетіп баратырмыз. Сол кімнің тойы екенін біліп тұрсыздар ғой, Диана Скатова мен Сұлтанның тойына бара жатырмыз. Ұзатылу той. Қанша уақыт болды көрмегенімізге. Біраз болды. Былай инстаграмда біріміз көріп тұрамыз ғой, бірақ живой кездесіп естімеулі көп болды. Бізден біраз барайын деп тұр. Ой, қызықтармен бөлісіп отырамыз, құдай қаласа, түсіресіз бе? Бүгін менің сторисімді қараңыздар да көзің. Жоқ, мені көбірек түсіріп жүрші, пожалуйста, өзің жоқ болып кетпейін аяқта. Сторис жасайсың, неғып салмайатсың деп қояды. Кім түсіреді мені? Аяқта әңгіме айтудан қолым тимейді ғой де. Өңірдің адамы Қазақстанда Менің асыл жарымды, басыма қонған бағымды, басыма қонған бағымды. дүние тағдырдың жалауында, өмірдің алауында, уақыт жоқ, әләйім солай болсын. Көбісі айтып жатыр екен, дресс-код неге сақтамадыңыздар деп. Негізі қайда барсақ та дресс-код сақтап жүреміз, бірақ осы жолы енді сыйғанын кидік. Ал ай соңына дейін бармаймын деген негізі ауырып 4 күн болды, ауырып жүр кәдімгідей. Мен барайық деп алып кеттім. Сол үшін бізде дресс-код болмай қалды. Кешіріңіздер. Болмаса дресс-код қазір ойланып отырмын, сақтамай кетіппіз бе деп.
большой. Жүрсе, маған кім келді десеңіздер, Жігер мен Шерхан келіп қапты. Не үшін десеңіздер, мен оказывается Жігерді бүгін Шерхан алып кетеді. Сөйтіп витамині мен машинамда алып кеткен ғой құрсын. Осы витамин үшін екеуі ерінбей қаланың ана басынан мына басына келді. Бүгін енді Жігер папасында болады. Ал мамасы бүгін тойда деп ше гулять дайды.